Ассалаумалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сопылар. Бүгінгі лекциямның аты «Сопылық Құранды жоққа шығарады». Қазір мен тек қана Құранның аяттарымен ғана сопылықтың Құранды жоққа шығаратын, Құранға қарсы келетінін дәлелдеп беремін. 10 пункт бар. Мен қазір ешқандай хадистарды қолданбаймын. Өйткені егер хадистарды қолданатын болсам, сопылар ол хадис өтірік, анау мынау деп шығуы мүмкін. Енді менің айтатыным сопылардың ілімі, білімі, ібілістің ілімі ғана ібіліс берген. Өйткені олардың жасап отырғандардың бәрі ширк, Аллаға, Аллахтың Құранына қарсы келеді. Бірінші пункт. Ескерте кетейін, мен қазір орысша жазған мақаламды соны оқып отырып, қазақша аударып отырамын. Сондықтан кішкене үзіліс болып қалуы мүмкін. Ең бірінші пункт айта кетейін, сопылар өлген адамдар жұма күні кейбіреу айтады, бейсенбі күні біздің біздің үйге кеп дұға тілейді, біздің не істеп жатқанымызды көреді, істеген ісімізді көреді, бізге көмектеседі деп ойлайды. Жоқ, ол өтірік нәрсе. Құранда Алла тағала былай дейді. Енді орысшасын бірақ айтайын, қазақша қате болып кетіп жүреді. А за ними преграда до того дня, как они будут воскрешены до судного дня, дейді. Муминин сүресінің 100-ші аяты. Аллах тағала айтады, барзақ деген әлем бар, дейді. Адам өлгеннен кейін артынан оның жаны барзақ әлеміне көшеді, артынан есік жабылып, бұл дүниеменен хабар өшеді. Екінші пункт. Сопылар өлген адамдар бізді естиді деп ойлайды. Енді Алла тағала айтады Құранда. Не равны живые и мертвые. Воистину Аллах дарует слух тому, кому пожелает. И ты не можешь заставить слышать тех, кто в могиле. 35-ші сүренің 22-ші аяты. Қазақша аударғанда өлілер мен тірілер бірдей емес дейді. Аллах кімге керек болса, соған есту қабілетін береді. Бірақ та зиратта жатқан адамдар, өліктер тірілердің сөзін естімейді дейді. 3-ші пункт. Сопылар өл адамдардың әруақтары бұл дүниеге келеді, бізді естиді деп есептейді. Ал енді Құранда Алла тағала былай дейді. Они скажут, о горе нам, кто поднял нас с места, где мы спали. Это то, что обещал милостивый, и посланники говорили правду. 36-ші сүренің 52-ші аяты. Қазақша аударсақ былай дейді. Мына өлгендер Алла тағала қиямет күні тірілткен кезде, бұл жай өлгендер, бұл кәпірлердің айтатын сөзі. Бізді ұйықтап жатқан жылы жерден, жақсы жерде ұйықтап жатқан жерімізден кім оятты деп оянады дейді. Егер әруақтар бізге келеді деген сопылардың сөзі шын болатын болса, онда олар қалай айтады? Мына Аллахтың сөзіне сенеміз бе, әлде сопылардың бұлшылдығына сенеміз бе? Аллах тағала айтады, олар ұйықтап жатады дейді, жатқан жерлерінде. Енді сопылар айтады, олар бізге келеді дейді. Қалай олар келеді? Аллах тағала барзақтың есігі жабылады десе, ұйықтап жатады десе, өлген адамдардың жандары, олар қалай келеді? Осыны ойланыңдар, сопылар. 4-ші. Сопылар өлген адамдарының өздерінің әулие дейді, анау дейді, мынау дейді, соларға сеніп, соларға бас иіп, солардың зираттарына барып, солардан көмек сұрайды. Ал енді Аллах тағала айтады. О люди, приводится притча, послушайте ее. Воистину, те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не сотворят и мухи, даже если они объединятся для этого. Если же муха заберет у них что-нибудь, они не смогут отобрать у нее это. Слаб тот, кто добивается, и тот, от кого он добивается. 22-ші сүренің 73-ші аяты. Қазақша аударсақ Алла тағала айтады. Сендердің сиынып көмек сұрап жүргендерің шыбынды да дейді, басқаны айтпағанда шыбынды да жарата алмайды дейді. Егер шыбын олардың бірдеңесін алып кетсе, олар оның шыбынан тартып алуға да әлі келмейді дейді. Сондықтан да сопылар сендердің әруақтарың бұлшыл сөз. 5-шісі. Сопылар айтады, біз әулиелерге
әруақтарға тек қана Аллахқа бізді жақындатсын деп, сондықтан ғана сиынамыз дейді. Енді Алла Тағала мұны ширк деп есептейді. Құранда Алла Тағала былай дейді: «Воистину, чистая вера может быть посвящена одному Аллаху». А те, которые взяли вместо него других покровителей и помощников, говорят: «Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе». Аллах рассудит их в том, в чем они расходились во мнениях. Воистину, Аллах не ведет прямым путем тех, кто лжет и не верует. Вот 110 сүренің 3-ші аяты. Қазақшасы: нағыз дін тек Аллахтың ғана діні дейді. Аллахтан басқа көмекші адамдар, біз тек қана оларға, Аллахқа бізді жақындату үшін ғана сиынамыз деп айтады дейді. Енді Аллахтан жасырын ештеңе жоқ. Аллах не болып жатқанын бәрін біледі, болашақты бәрін біледі. Сондықтан да Алла Тағала өзінің тура жолымен тек қана өзінің сүйген құлдарын алып жүреді дейді. Ал енді кім өтірік айтады, не ширк жасайды, оларды Алла Тағала тура жолына ешқашан да салмайды дейді. Сондықтан да соплылар, сендер, біз Аллахқа, біздің әруақтарымыз, әулиелерімізге сиынсақ бізді жақындатады деген сөздердің бәрі өтірік сөз. 6-шы, соплылардың пірлері айтады, соплылар айтады, біздің піріміз бізді мына ажал періштесінен, біздің жанымызды шыққан кезде, жанымыздың жеңіл шығуын көмектеседі. Бізді қабір азабынан аман сақтайды, тозақтың үстіндегі сырат көпірінен аман есен алып өткізеді дейді, солай деп сенеді. Жоқ, мұның бәрі шайтанның соплыларға арнап шығарған ауру фантазиясы. Алла Тағала былай дейді: «Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им пользы. Они говорят: они наши заступники перед Аллахом. Скажи, разве вы можете поведать Аллаху такое на небесах и на земле, чего бы он не знал? Пречист он и превыше тех, кого вы приобщаете в сотоварищи». 10-ші сүренің 18-ші аяты. Қысқасын айтсақ, тек Аллахтан басқа ешкім сендерге шапағат жасай алмайды дейді, заступник бола алмайды дейді. Сендер Аллахқа дейтін аспанда және жерде болып жатқан нәрселердің бәрінің Аллах білмейді деп ойлайсыңдар ма дейді. Соны Аллахқа білмейді деп ойлайсыңдар ма? Аллах бәрін біледі дейді. Аллахқа ширк жасамаңдар дейді, қазақша айтқанда. Сондықтан да Алла Тағаладан басқа ешкім, Аллахтың рұқсатынсыз ешкім ешқашанда шапағатшы болмайды. Осыны ұғыңдар. Аллахтың мен айтып отырған жоқ, бұл Аллахтың сөзі. Өйткені тек Аллахтың рұқсатымен ғана бәрі болады бұл дүниеде. Аллах Тағала айтады ғой Құранда: «Дегені шіріген жапырақтың өзі менің рұқсатым жерге түспейді» дейді. 7-ші, соплылардың пірлері өзінің оқушыларын, былайша айтқанда мүриттерін жиі алдайды. Олар былай деп алдайды: егер сендер күнә жасасаңдар, біз сендердің күнәларыңды періштелерге айтып жазғызбаймыз дейді. Бұл шайтанның былшылығы болып табылады. Өйткені кім қандай күнә жасайды, оның бәрін Аллах Тағаланың жаратқан періштелері жазып жатады. Не айттың, не істедің, бәрі жазылып жатыр. Алла Тағала 45-ші сүренің 29-ші аятында: біз оларға не істеді, соның бәрін жазуға бұйрық бердік дейді. Сондай-ақ тағы бір аятта, 18-ші сүренің 49-ші аятында, мына күнә жасайтын күнәкарлар, кәпірлердің сөзін келтіреді. Олар айтады, ана кітап қойылған кезде айтады, көргенде: «О, горе нам, что это за книга? В ней не упущен ни малый, ни великий грех, все подсчитано» дейді. Көрдіңіздер ме? Кішкентай күнә болсын, үлкен күнә болсын, бәрі есептеліп, бәрі есеп кітабымызда жазылып жатады. Сондай-ақ мына 99-ші сүренің 7-8-ші аятында Аллах Тағала шайтанның соплыларға арнап шығарған ауру фантазиясын жоққа шығарады. Тот, кто сделал добро весом мельчайшую частицу, увидит его, и тот, кто сделал зло весом мельчайшую частицу, увидит его. Қазақшаға аударсақ былай болады: кімде-кім шаңының үлкендігіндей күнә жасаса, оны көреді дейді. Сондай-ақ кімде-кім шаңының үлкендігіндей
Жамандық жасаса, жақсылық жасаса, оны да көреді дейді. Көрдіңіздер ме? Аллах тағала не айтып отыр сіздерге? Бәрін айтып ескертіп отыр Құранда. Жасаған күнәнің бәрі ешқайда кетпейді дейді. Ешкім оны өшіре алмайды. Періштелер жазды ма, болды. Ол кітап сақталады қиямет күнге дейін. Қиямет күні сосын алдымызға алып келеді ол кітапты. Сондай-ақ міне 17-ші сүренің 13-ші аятында Алла тағала былай дейді. Каждому человеку мы повесили наши его деяния. А в день воскресения мы предоставим ему книгу, которую он увидит развернутой. Жаңағы мен айтқандай, Алла тағала былай дейді. Әрбір адамның мойнына біз оның есеп кітабын іліп қойдық дейді. Қиямет күні біз осы кітапты оның алдына алып келеміз дейді. О сопылар, естеріңде болсын. Сендер не істедіңдер, не қойдыңдар, не айттыңдар, соның бәрі жазылып жатыр. Оның бәрі ешқайда кетпейді. Пірілеріңе сенбеңдер, пірілеріңіз шайтанның құлдары. Олар сендерді алдап жатыр. Шайтан не айтады, олар соны айтады. Сендерді ақымақ қылады. Ақымақ болмаңдар. Қиямет күні Алла тағала өзінің жаратқан таразысына, бір жақ тарелкасына сендердің жасаған күнәларыңды, екінші тарелкасына жасаған жақсылықтарын салып өлшейді. Қай жағы басып кетеді, сол бойынша шешім қабылдайды Алла тағала. Сондықтан Аллахтың жасаған таразысын мына сопылар жоққа шығарып отыр. Біз бәрін кешіреміз, қабір азабынан құтқарамыз, ана сыраттан аман-есен өткіземіз деп. Сонда сопыларың өздерің ойлап көріңдерші, сендердің пірілерің сондай керемет болса, өлім періштесімен сөйлесетін болса, онда өздері неге өлімдерін артқа қалдырмайды, созбайды? Неге өмірлерін созып болмайды? Неге 70-80 жасап өліп қалады? Неге 200-300 жас жасамайды онда? Неге ойламайсыңдар? Ауырып қалатын болса, олар неге өздері емдей болмайды? Неге больницаға барып жатады? Неге дәрігерге барады? Неге таблетка ішеді? Неге укол алады? Осының бәрін неге ойламайсыңдар? Сопылар ау. Миларың қайда сендердің? Неге ойланбайсыңдар? Миларыңды неге қоспайсыңдар? 8-ші. Сопылардың пірілері өздерінің оқушыларын былай деп алайды. Біз сендердің күнәларыңды өзімізге аламыз дейді. Қандай ақымақтық. Қараңдаршы, бұл шайтанның, нағыз шайтанның сөзі ғой бұл. Ондай мошенниктерге сенбеңдер. Ешкімнің күнәсін ала алмайды. 35-ші сүренің 18-ші аятында Алла айтады. Ни одна душа не понесет чужого бремени дейді. Қазақша аударсақ, ешкім біреудің жасаған күнәсін арқалап кетпейді дейді. Әркім өз үшін ғана жауап береді. Осыны ұмытпаңдар. 9-шы. Сопының пірілері өзінің мүриттерін алдап зомбировать етеді. Өйткені мен сендерге қиямет күні Аллахтың алдына барып шапағатшы болам дейді. Сендердің күнәларыңны сендер үшін кешірім сұраймын дейді. Енді Аллахқа сенетін болсақ, Алла тағала сопылардың осы былсын мына аятпен жоққа шығарады. 82-ші сүренің 19-ші аяты. В тот день ни одна душа не сможет ничем помочь другой, и власть в тот день будет принадлежать Аллаху дейді. Қазақша аударсам, сол күні дейді, сол күні деген ол мына қиямет күні ешкімге көмектесе алмайды дейді. Ол күні билік тек жалғыз Аллахқа ғана тән дейді. Сондай-ақ ешкімге шапағатшы бола алмайтын, ешкімге көмектесе алмайтын Алла тағала мына аятыл күрсіде келтіреді. Аятыл күрсіні күніне неше рет оқиды, бірақ сол аяттан сопыларың, пірілерің, керемет білгіштерің ештеңе ұқпай өткен бейшара ғой. Алла тағала 2-ші сүренің 255-ші аятында аятыл күрсіде былай дейді. Кто заступится перед ним, иначе как с его позволения. Қазақша аударсақ, Аллахтың рұқсатынсыз кім шапағатшы болады дейді. Былай түсіндіріп өтсем, Алла тағаланың рұқсатынсыз қиямет күні ешкім ешқайда қозғала алмайды. Пірілерің сендерді алдайды, біз ұшып жүреміз. 7-ші аспанға дейін көтерілеміз.
жердің жетінші түбіне дейін түсеміз деп шата береді. Тура айтқаныма кешіріңдер, боқ жей береді олар. Шайтанның боғын жеп алып, соған мас болып осылай шатып сендерді алдай береді. Ешкімге көмектесе алмайды. Ешкім ешқандай қозғала алмайды. Аллахтың рұқсатынсыз. Қалай тұрдың Аллахтың алдында, солай тұрасың, қозғала алмайсың. Ештеңе істей алмайсың. Сөйлей алмайсың. Егер сөйлей алмасаң, орнынан қозғала алмасаң, қалай Аллахқа барып сен кешірім сұрайсың? Соны ойлансаңдаршы, соплылар-ау. 10-шы. Соплылар айтады, біздің әулиелеріміз кереметтер жасаған дейді. Суда жүрген дейді, адамдар демдеген дейді. Ана жақсылық істеді, мынаны істеді, мына керемет істеді, сөйтіп мақтанады. Шынында да Аллах тағала кейбір адамдарға, әулиелерге сондай қасиеттер берген. Оған ешкім жоққа шығара алмайды. Оның бәрі шын тарихта болған нәрсе. Бірақ оның бәрі Аллахтың ризашылығымен ғана берілген нәрселер. Сондықтан олар сондай керемет қасиеттер пайда болған ондай адамдарға. Сондықтан керемет құбылыстар жасаған. Ал енді адам өлгеннен кейін ол қасиеттің бәрі жоғалып кетеді. Алла тағала алып қойды оның бәрін. Өлер кезде соплыларың, пірілерің, сол әулиелерің жандарын алып қала алмайды. Ажал періштесінен. Өздерімен өздері әлек болып кетеді. Жаны тәтті болып. Сондай-ақ көптеген мына соплыларға шайтандар қасиет береді. Аллахтан кейін. Көп адамдар ұқпайды, әсіресе мына зомбилік етілген соплылар. Шайтандарда керемет қасиеттері бар. Шайтандарда кереметтер жасай алады. Сиқыр жасай алады шайтандар. Адамдарды галлюцинация жасап, гипноз жасап, сиқырлайды, алдайды, арбайды. Осының бәрін сіздер ұқпайсыздар. Интернетте қарасаңдаршы, соплылар қандай кереметтер жасап жатыр. Соның бәрі соплылар сиқырмен жасап жатыр. Соплыларға жындар көмектесіп жатыр. Сопы қайда болады, жындар сонда. Кейбір соплылар айтады, мақтанады. Ой, суфизм, это мистика дейді. Мистика деген не нәрсе ол? Мистика деген ол шайтанның жолы. Ислам менен мистика бір жолға ешқашанда түсе алмайды. Ислам бір бөлек, мистика бір бөлек. Мистика деген ол шайтанның жолы. Исламда мистикаға сондықтан орын жоқ. Ал енді қымбатты соплыларым, осы айтқанымды жақсылап бір емес бірнеше рет тыңдаңдар. Егер қазақшасы дұрыс болмай қалса, немесе орысшасын оқуларың келсе, менің бұрын religia.kz деген сайтым болған. Қазір жаңадан islam.kz деген сайтым ашылды. Сонда мысли на волнующие темы деген раздел бар, содан кіріп оқуларыңа болады. Аллах тағала адасқан мұсылмандардың бәрін тура жолға салуға. Әмин.